Астана қаласы ұлттық мұражайында ұлттық домбыра күніне орай белгілі күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығы мен күйші Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына орай қасиетті домбыра атты тақырыпта музыкалық шығармашылық кеш болып өтті. Қазақтың күй өнеріне өлшеусіз үлес қосқан Дина Нұрпейісованың есімін жұрт мақтанышпен атайды. Бүгінгі салтанатты кешті ұлттық мұражай директорының орынбасары Ақмарал Оспанқызы сөз сөйлеп ашты. Қазақ болғаннан кейін әрине ең бірінші біздің тұла бойымызға сіңген, руханиятымызға сіңген енді ең осы асылымыздың қазынамыз бұл домбырамыз ғой. Сондықтан бүгінгі жыл сайын дәстүрге айналған осы домбыра күнін атап өту бұл елімізде қалыптасқан кәдімгі керемет бір дәстүрімізге айналып отыр. Және ұлттық музей жыл сайын осы іс-шараны өте керемет жаңағы өздеріңіздің қатысуларыңызбен өткізіп тұрады. Бүгінгі іс-шарамыздың ерекшелігі мынау біздің қорымызда әрине домбыра біздің ұлттық аспап ретінде бірнеше керемет тұлғалардың, оның ішінде жаңағы осы домбырада ойнаған біздің ақын, композитор, жаңағы ағаларымыздың, апаларымыздың домбыралары сақталған. Енді соның бір жаңағы Дина Нұрпейісова апамыздың бүгін шөбересі келіп отыр деп отырмыз ғой. Енді ол кісінің де осы домбырасы бізде сақталып, кәдімгі керемет ұлттық құндылық ретінде жалпы көрермендерге, келушілерге үнемі насихатталып отырады. Бүгінгі кештің де осы арнайы ұйымдастырылып отыруы да осы себептерге байланысты болып отыр. Сондықтан да енді бүгінгі біздің кешіміз әрине бұл жай ғана қарапайым жиналған кеш емес, бұл кәдімгі ұлттық тұлғаларымыздың ұлттық мұрасын насихаттау, жас ұрпақтың бойына сіңіру, оны дарыту, осы домбыраның үні, домбырадан шыққан кез келген әуен, ол біздің кез келген мынау 90 өзі біздің тамырымыз болатын болса, соның әрқайсысынан қазір ақ тұр деп айтсақ болады. Сондықтан да осы домбырамыз әр уақытта да қазақтың қазақ екендігін үнемі көрсетіп тұра берсін. Домбырамыздан тамған ән күйлер тек қана әлемдік деңгейде қазақты таныта берсін. Мынау еліміздің болашағы үшін сіздер осы домбыраны әр уақытта да жандарыңыздан тастамай, әр үйдің төрінде осы домбырамыз ілініп тұрады ғой, енді қазақтың. Сол сияқты сіздер де осы домбыраны тастамай, ары қарай бірге, өздеріңізбен бірге дарыта беріңіздер. Дина апамыздай болыңыздар, Құрманғазы атамыздай болыңыздар, Қаршыға ағамыздай болыңыздар. Бүгінгі кешке қонақ болып келген Дина апамыздың немересі Төлеген Шаңғытайұлы қазақ өнерінің аңызы күйші Дина апамыздың өмірі жайлы естеліктер айтты. Күйші Дина Нұрпейісова туралы том-том боп басылып жатқан кітаптар жайлы сыр бөлісті. Ұлттық домбыра мерекесі барлығымызға да қайырлы құтты болғай деген ниетпенен өзімнің тілектерімді, ой пікірлерімді орталарыңызға салғым келіп отыр. Дина әжеміз болатын болса, сонау 1934 жылы, енді мен мынау жазба бойынша айтып жатқаным, белгілі сол кездердегі музыка зерттеушісі Ахмет Жұбанов ағамыз, атамыз сонау Бекетай құмының маңында домбыра тартып, халықтың көңілінен шығып жүрген, жасы келген бір азаматша бар деп жаңағыда естиді ғой. Содан Смағұл Көшекбаев деген оқысы да кәдімгідей күйші дарынды сол азаматты тонау Бекетай құмы Астрахан өңіріне жіберіп, барып сол кісіні алып келіңдер бері қарай. Енді ол кісі мынау Құрманғазы атақты Құрманғазы аталарымыздың шәкірті болып есептеледі. Сол кісінің талай күйлерін бойына сіңіріп тарта білген. Бірнеше барғанда да жаңағыдай анамыз көнбепті. Ол кездерде 74-75 жас шамасында, енді қартайған кезде, қалған жерде осындай аз ғұмыр
кешіп жатқан жағдайда мен енді Алматыға қалай барам, неге барам деген сияқты елін тастап. Содан соңғы бір Смағұл ағамыздың келуінде енді деректер бойынша апа, сіз енді Құрманғазының шәкіртісіз ғой. Ал Құрманғазы бабамыздың қаншама күйлері бар, соларды кейінгі ұрпаққа жеткізу керек емес пе дегендей ойларды айтқан көрінеді. Сол кезде Дина анамыз келіндеріне әмір етіп чемоданымды жина, жүреміз деп, сөйтіп 34-ші жылдары пойызға отырып алып Алматыдан бірақ шыққан ғой. Енді әжеміз Алматыдан қоныс тепкеннен кейін соңынан інілері, балалары, немерелері де бармай ма? Сөйтіп менің анамның әкесі Жұрымбай, яғни Дина Нұрпейісованың үлкен ер баласы. Соғысқа қатысқан. 49 жылы ол кісі қайтыс болған. Содан анам Алматыға келген, Алматыға келіп әкеммен танысқан. Әкемменен танысып, екеуі отбасын құрып, сол дүниеге мен келгенмін. Содан мен келгеннен кейін дүниеге Алматының 2-ші роддомы дейді, атақты. Көп алматылықтар сол жерде дүниеге келгенін білеміз. Анам менен әкем Дина анамыздың алдына барып, ал апа, сіз мына баланың атын қойыңыз деген ғой. Содан алдында Дина анамыздың баласы Төремұрат, оның да жаңағыдай бір баласы дүниеге келіп, соның атын Бақтығұл деп қойған екен. Қазір ол азамат бар, кезінде Алматыдағы Әуезов атындағы театрда қызметкер болып жасаған, қазір енді зейнеткерлікте. Сосын келіп маған келгенде, сенің атың Төлеуғұл болса қалай болар екен деген сияқты ойлар айтыпты да. Енді әкем заңгер, сол кездердегі интеллигенттердің бірі, осы ана құл деген сөздің тіркесі кішкене құлаққа жақпай тұр. Алдымызда 2 нәрестеміз шетінеп кетті. Мына бала дүниеге келіп жатыр. Ал енді солардың орнына Құдай алдында да барлығы енді төленді ғой. Бұны бір төлеген десек қалай болар екен деп жаңағыдай сыпайылап айтқан екен. Көне қойыпты. Жақсы, айтқандарың болсын, ал баланың аты Төлеген болсын деп, менің атымды Төлеген деп соғысып қойған екен. Бұл 54-ші жылы. Ол кісі 55-ші жылы 31-ші қаңтар күні дүние салып кетті. Қысқаша өмірлік тарих осылай. Мен Москвада аспирантурада оқыдым. Соған бір демалыс кезінде үйге келсем, абыр-сабыр, ой, не болып қалыпты десем, жаңа Қаршыға Ахмедияров деген азамат хабарласып, анамнан сұхбат аламын, келеміз деп жатқаннан кейін дастархан жайып, ет асып сөйтіп жатқан екен. Мен де сол жерге барып қосыла қойдым. 1 сағатта Қаршыға Ахмедияров ағамыз келді. Әңгімелестік біраз. Бұрын соңында айтылмаған әңгімелерді магнитофонға жазып алды. Себебі ағамыз сол кездерде өнертану саласында Динаның шығармашылығы бойынша докторлық диссертация жазып жүрген. Сосын келіп, енді нағашылығы бар оқысын маған деген. Келіп қалжыңдастық. Қалжыңдасып маған былай деді: айналайын Төлеген жинау, нағып сен осы мынау анаңды дәріптеп насихаттамайсың. Сенің енді шынайы нағашы әжең екендігі айдан анық қой деп сөйдеді. Сосын мен кішкене кібіртіктеп қалдым да, аға дедім, біріншіден мен өнер танушы емеспін. Кесе көлденең Дина Нұрпейісованың шығармашылығына еңіп, соны дәріптеу үшін білім болу керек қой. Оқу керек қой. Біліп тану керек қой. Әйтпесе не айтасың? Деген сұраққа жауап беріп, аға мен енді әзірге ондай ауқымды жұмыстарды, насихаттау жұмыстарды
жүргізуге дайын емеспін деп шынымда айттым. Себебі шынында да солай болды. Бірақ кейіннен зейнеткерлікке шыққаннан кейін, осыдан бір 10 шақты жыл бұрын үйдегі мұражайларымды қарасам, біраз деректер бар екен. Сосын тәуекел деп компьютерға отырып алып, айдай кәдімгі материалдарды жинақтай бастадым. Ол бір кәдімгі тартымды жағдай екен. Аны неғұрлым оқысам, неғұрлым қызықты жағдайларды жаңағыдай біліп танысам, соғұрлым тереңдей бересің, тоқтау болмайды екен. Ақыр аяғында үйдегі келіндеріңіз, жеңгелеріңіз, ай, Төлеген жаным, тоқта, мынаның көлемді еңбек болып кетті ғой, бұның басылымы бар, шығарылымы бар, төлем ақысы бар, қаражатымыз жетпей қалды, еңбегіміз зая кетеді ғой деп шақ тоқтатты мені. Бірақ сол еңбектің негізінде міне мынандай ғасыр саңлағы деген кітап дүниеге келді. Бұл алдында Күйші Дина деген атауменен шығып еді. Кейіннен жасалған жұмыстарды толықтырып, құрастырып, осындай еңбек шығардық. Бұл кітапшаның бір несі, ерекшелігі, мына жерде Дина шешеміздің 24 күйі QR кодқа жазылған. Оны жаңағыдай қазіргі баспаға басылып жазылған ноталар арқылы емес, тікелей осы жерде үнтаспаменен үйреніп, оригинал бойынша үйренетіндей мүмкіншілік жасалынған. Міне бүгінгі күнді пайдаланып, осы екі кітапты музейдің басшылығына беруге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі ұлттық домбыра күн мерекесіне арналған шығармашылық кеште Қаршыға Ахмедияровтың орындаған күйлерін шәкірттері орындады. Кеш қызықты өтті. Күйшінің ұлы Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Ахмедияров та кешке қатысып, отбасылық естеліктермен бөлісті.
Белгілі күйші Қаршыға Ахмедияров өз ғұмырында қаншама өнер саңлақтары мен шәкірттер тәрбиелеп шығарды. Қазақ өнер университетінің оқытушысы күйші Бақытжан Бейсенбайұлы белгілі күйші Қаршыға Ахмедияровтың өнер жолындағы шәкірт екен. Дина Нұрпейісова әжеміздің 165 жылдығына, ұстазым Қазақстан Республикасының халық әртісі Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына осындай іс-шараны атқаруға мұрындық болған Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайының басшылығына рахметімді айтам басын деймін. Кейін Қошекеңнен келгенде 130 жылдық екен. Және осы түр ортамызда отқан Төлеген ағамызға қаншама Дина әжеміздің осы Астананың төріне ескерткіш ашылып отырған және домбырашылардың аллеясын жасап жатқан еңбегіңізге мыңда бір рахмет. Және де ортада отқан ұстазымның ұлына, Ерболат бауырыма мыңда бір рахмет айтам осындай іс-шара келіп отқандығыңызға. Әуелден 96 жылы консерваторияға Қызылорда музыкалық училищесін бітіріп келдім, колледжін. Сол 96 жылы Ақтөбе қаласында Ахмет Қуанұлы Жұбанов академик атамыздың 90 жылдығына арналған үлкен батыс өңірінің домбырашыларының арасында байқау болды. Сол байқаудың нәтижесінде бас жүлде алдық. Сол бас жүлдені алып Алматыға қайдасың деп Алматыға бардық. Сол жерде алғаш рет ұстазымды кездестірдім. Бір-екі консультациядан кейін мені оқуға қабылдады. Емтихансыз. Ол уақытта Жанар құрбым біледі, бірінші музыка мектебінің директоры. Балалар барлығы дайындалып емтиханға дайындалып жатқанбыз. Консультацияға кіргеннен кейін сен бала оқуға түстің, деканатқа барып құжаттарыңды тапсырасың, сентябрьде сабаққа келесің деді. Мен ана жерде адырап қалдым, не істерімді білмей ауылға қайта берді. Сонан мен оқуға түстім ба, балам, қазақтың сөзі бар ғой, қазақы бала бала емес деген. Не істерімді білмей тұрдым. Обед уақыты болды, бірдің кезінде ұстазым шықты. Сен әлі қайтпағансың ба, мен саған оқуға түстім, деканатқа барып құжаттарыңды тапсырда кете бер деп айттым ғой деді. Сонымен ағаймен ертіп барып, Меруерт Қабыкенқызы Калимбаева деген ағайымыз бар еді. Осы обедке кейін шығайын деп жатыр екен. Ойбай, Меруерт айналайын тұра тұр, мына баланы оқуға құжатын қабылда. Бұл ана Ақтөбеден бас жүлде алып келген, красный диплом дейді, қызыл дипломын бітіріп келіпті колледж. Бұл емтихансыз қабылданады. Сөйтіп оқуға түстім, 1 сентябрь күні кімге түсесің деді. Осындай жақсылық жасаған адамға әрине мен сізге түсем деді. Сол жылы ағайға түстім. Ағайдың бір жақсылығы президентский стипендия деген, Марат Османов деген кісі президентский стипендия 96 жылы беріп жатырған. Сол стипендияға Құдайберген Масалтанат екеуміз түсінді. Және соның стипендияның $1000 бол уақытта. $1000 сен бала домбыраны нашарлау, соған домбыра алу керек деді да, домбыра сыйлады. Осындай әкемдей болып, жанашыр болған адамға мен өмір бақи қарыздамын. Және енді бәріміз осы бір терінің пұшпағында елеп жүрген өнердің ішінде домбыра аспабына ақтық деміміз шыққанша, мен бүкіл жерде жүрген жерімді айтып жүремін, демім шыққанша осы домбырамен бірге кетемін деді. Ол не деген сөз? Ол домбыраға орысша сөзін айтқанда фанатичный берілу керек адам. Және өзіміздің аспабымыз, қазағымыздың ұлттық өзіміздің аспабымызға өмір бойына қызмет жасауымыз керек. Сол ұстаздарымыздың арқасында осы кейін Астанаға келдік. Онда да осында келген кезде Иманғали Нұрғалиұлы әкім болып тұрған жерінен ай бала қайда жүрсің деп 2009 жылы Мүңкейдің презентациясында осындай оркестрде істеп жатырмын. Сізді енді шақыратын әзірге үйім жоқ дедім. Сен бала хабарласып, ертең Имекеңе приемына кіремін. Бұйырса үйге қатарына ілініп қаласың деді. Сол айтқандай-ақ көктемде ордер шығып, ұстазымның арқасында мен пәтерлі болдым. Ол мысалы мен ұстазым Атырау облысынан, Махамбет ауданының Таңдай селосынан, мен Қызылорда облысының Сырдария ауданының Қызылжарма деген жерінен ешқандай туысқандық, я бір руластық ондай жоқ. Жаңа Ерболат бауырым айтқандай, қай жерден бала көрсе, ағайымыздың жанашырлығы және өзінің шәкіртін соңына дейін демеп жүретіні, ол мына ортада отырған домбырадан сабақ беретін ұстаздарымызға бәрімізге үлгі.
өте жақсы адам болатын, және аузын ашса жүрегі көрінетін сондай әкеміздей жақсы азамат еді. Өмірден ертерек кетіп қалды, денсаулығына байланысты. Ал енді консерваторияда оқып жүргенде айтатын, осы мен 20 мың домбырашы, ай шіркін-ай, Алматы стадионында жинап 20 мың домбырашыны орындатып, төбесінен вертолетпен камераға түсірсе, ол онда қазақ Гиннестер рекордына кіретін деп сол кезде айтатын. Ол 2001 жыл. Ал енді сонан бері қаншама, қателеспесем, Астана қаласында 1000 домбырашы жиналып, бір рет Гиннестер, онан кейін Алматыда 3000 домбырашы, онан кейін осы Астанада тағы 5000 домбырашы жиналды. Яғни Қытайда Шыңжаң Ұйғыр Автономды Республикасы сол Алтай, Қобда, Алтай, Іле, Тарбағатай өңірінің бүкіл домбырашылары жиналып, жаңа Гиннестер рекордына кіргізіп жатыр. Ол осы біздің ұстазымыздың анау 2000 жылдардағы арман еді. Енді кейін ол арманда іске асар деген үміттемін. Енді осы қысқа сөзді тоқтап, енді күйге кезек берсем, сол өмірімде екінші әкемдей болған кісіге, ол кісіде әкесіне жақсылығын көрсете алмаған екен ұстазымыз. Сөйтіп Қайран әке деп күй шығарған екен. Сол ұстазымның Қайран әке деген күйін орындап берейін. Ұлттық домбыра күніне арналған қасиетті домбыра мерекесінде Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 1 балалар музыка мектебінің оқушыларынан құралған серпер домбырашылар ансамблі сахнада Дина апамыз бен Қаршыға ағамыздың күмбірлі күйлерін орындады.
жігіттер серпін домбырашылар ансамблі болып келіп, осы кеште Дина апамыздың Науысқы күйін ойнап, одан кейін Қарша атамыздың, ағамыздың Хаман толау күйін орындап шықтық осы кеште. Осы белгілі күйшілердің қандай күйлерін білесіңдер? Енді соның тоқталсақ, Дина апамыздың Науысқы, одан басқа Шынар деген күйлері бар. Дина апамыздың Науысқы, Бұлбұл, Шынар дейтін күйлеріміз бар. Одан кейін Қарша ағамыздың Хаман толғау, Атырау, одан басқа Имаш Байжыма дейтін күйлер бар. Өз әріптестеріңе домбырашылар күніне не тілейсің? Өнерлері өрге жүзсін, табыс тілеймін, өнердегі табыс тілеймін, одан кейін жұмыстағы табыс тілеймін, аман болсындар. Осылай ұлттық домбыра күні мерекесіне арналған салтанатты кеш қызықты өтті. Ұлттық мұражай директорының орынбасары Ақмарал Оспанқызы кешке атсалысқан азаматтарға алғыс хаттар мен мақтау қағаздарымен марапаттады.